Міне, ендеше бір үйде кеңесетін болсаң, мысалға не? Қарапайым тілмен айтатын болсақ, үйде бір ремонт жасайтын болдың. Үйде мысалға сарыға бояғың келді, әйелің қызылға бояғысы келеді. Бірақ енді сарыға бояйсың ба, қызылға бояйсың ба? Осыдан сен кеңесіп алып, қазіргі кезде бекітпесең, ол ертең басыңа дау болады да, ол ертең. Сен егер сарыға боясаң, ертең әйелің шығатын, ал қызылға боямадың. Сен әйелің қызылға бояса, сен ертең сен шығасың, кезінде қызылға, сарыға бояу керек деп те. Міне сондықтан сен өзіңнің үйде әйеліңмен, жарыңмен кеңесіп алып, кеңесетін болсаң, барып бірігіп, содан кейін бір тірлікті істейтін болсаң, онда ол жерден ол жерге шайтан кірмейді дейді. Ол үйде береке болады дейді. Ол үйде береке, ол үйден шайтандар қашады дейді. Кәдімді кеңестің несі бар. Ал енді бұны сіздер айтуыңыз мүмкін. Ей, молдеке, сен енді атаң айтып, сүйеніп айтып отырсың ғой енді оны. Бірақ оны сен неге сүйеніп айтып отырсың деу мүмкін да. Ол енді Құранның басы жағы жоқ па? Ол енді мына аяттың Құранның басында Бақара сүресінде келеді. Ойыз қала раббука лил малаика инни жа'илун фил арди халифан қалу. Әлгі Құдай тағала мен жер бетінде бір халифа жаратамын деген кезде, жер бетінде бір адам жаратамын, халифа жаратамын дегенде періштелер айтты дейді. Сен жер бетінде қан төгетін адам жаратасың ба деп. Сонда Құдай тағала сол періштелермен кеңесті дейді. Енді осы жерде біз білеміз, Құдай тағала ол ғаламды ешкімнен сұрамай жаратқан, әлемді ешкімнен сұрамай жаратқан, періштелерді ешкімнен сұрамай жаратқан. Адамға келгенде періштелерді шақырып алып, одан сұрап отыр да, кеңесіп отыр да. Құдай тағаланың өзі, Аллаху тағаланың өзі, Тәңір тағаланың өзі періштелерді шақырып алып кеңесіп отыр. Бұны пайғамбарымызға айтып отыр Құранда, Бақара сүресінің басын қарап қарасаңыз. Ал енді Құдай тағала кеңеске мұқтаж ба? Құдай тағала кеңеске ешқандай да мұқтаж емес. Бірақ неге періштелермен кеңес, мен жер бетінде бір халифа жаратам деп отыр, неге айтты оны? Оның осындағы мақсат дейді ғалымдар айтады. Жер бетіне адам баласы түскен уақытта оның негізгі дауы, проблемасы, мүшкілі осы кеңеспеуде болады дейді. Ал енді жер бетінде адамдар түскеннен кейін кез келген істі кеңесіп пішетін болса, оның тоны келте болмайды дейді. Осыны маңызға беру үшін Алла тағала осы кеңесті берді дейді. Кеңесті берді дейді. Кеңесуді берді дейді. Бұны енді кейбір деректерде былай деп айтады, жаңағындай. Кейбір деректер былай деп айтады. Алла тағала әуел баста адам баласын түсірген кезде, адам баласын жер бетіне түсірген кезде, адам баласына осы 4 нәрсені берді дейді. Осы 4 нәрсені береді дейді. Сонда біреуі кеңеседі соның дейді. Егер жер бетіне түскен уақытта кез келген нәрсені кеңесіп істейтін болсаң, ол мейлі әкімшілікте болсын, ол үйде болсын, ол жердің барлығында береке болады дейді. Мына мешіттің өзін ремонт жасайтын кезде, соның өзінде келіп, имам келіп, мынау жамағатпен кеңесіп, бірге істейтін болса, онда сол жерде береке болады дейді. Кеңескен жерден шайтан қашады дейді. Ал бүгінгі кезде қарасаңыз, ағайынның өзі кеңесуден қашқанда. Кеңесуден қашатын заман болған. Әрқайсысы өзінше жасап сөйтеді. Бұның барлығы кешегі біздің ұстанған бабаларымыздың жолы емес дейді.